У меня вопрос к представителю партии АУЛ. Жигули Мырза, я думаю, что жизнь наших селян, наших соотечественников не состоит только из надоев и намолотов. Вот я внимательно прочитал вашу программу, и у меня такое ощущение, что это программа Минсельхоза. Там очень много говорится про село, но при этом нету, допустим, про культуру села, про спорт села. И у меня конкретный вопрос. Если вы хорошо знаете проблематику аула, наши регионы, сколько конкретно объектов культуры, спорта вы намерены создать в каждом регионе и в целом по Казахстану? Сұрағыңызға рахмет, Айдос Мырза. Бұл жерде былай ғой енді. Сіздер енді Аманат партиясы, біз мынанша школ саламыз, мынанша триллион ақша бөлеміз деп айтасыздар. Сіздер бірінші алдын ала жүгірмеу керек. Уақыт көрсетеді бәрін, халық шешеді. Бұл бірінші айтатын әңгіме. Екінші, мына ауылдың жағдайы қиын екенін оны өзіңіз де жақсы білесіз. Жалпы мынандай қоғамда ой бар. Мәселен, мынау мықты қалалардың жағдайымен, Астананың мықты құрылысымен мына мемлекеттің жағдайын салыстырмайды. Мемлекетте халықтың әл-ауқат тұрмыс жағдайын шалғай жатқан солтүстік облыстағы, Ақмола облысындағы, Арғанау, Ақтөбе облысындағы шалғай жатқан ауылдар мен жиі аралап көрем. Сол шағын ауылдардың жағдайымен мемлекеттің жағдайын бағалайды. Сондықтан бұл енді ауылдың инфраструктурасы, ауылдың жағдайы, ауылдың мәдениеті, ауылдың жаңағы спорты, ауылдың медицинасы, ауылдың жолы, ауылдың суы, бұл өте бүгінгі күндегі өзекті мәселе. Сондықтан енді ол қазір жаңа өзіңіз айтқандай 1 минутта мен сізге бұның бәрін жауап бере алмаймын. Мен сізді өте жақсы қадірлеймін. Өйткені сіз осы жаңа өзіңіз айтқандай соңғы 2 жылда мынау Аманат партиясының жаңағы тірліктерін біраз кішкене тірліктіңіздер. Енді оны кішкене мойындау керек. Бірақ та ауылдың проблемасы өте көп. Бұл жөнінен бұл анау жаңағы ана жоспарда жоқ екен, мына жоспарда жоқ екен деп, ол енді мен ауыл партиясының жоспарын оқитын болатын болсам, маған 25 минут керек. Сондықтан осы сұраққа жауабыма қанағат тұтыңыз. Ал енді түсінбеген жағдай болатын болса, осы дебаттан кейін сізге тағы да бір жарты сағат уақыт беріңіз, мен сізге түсіндіріп айтып беремін. Жақсы, рахмет, мен қысқаша айтайын дегенім осы.